Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай әрі бар болған екі-ақ заттан дайындалатын сгущенканың рецептісімен бөлісемін. Магазиннің сгущенкасіне қарағанда үйде өз қолымызбен дайындалған сгущенка өте дәмді болады. Сол себепті видеоны қарап рецепті сақтап алып, үйдегі балдарыңызға жасап беріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен қажеттісі 1 литр сүт қажет. Сүт домашний болса да, магазиндікі болса да бола береді. Сүтімізді осындай кастрөлімізге құямыз. Содан соң үстіне 1 стакан шекерімізді саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Содан соң газымыздың үстінде сүтімізді қайнатып аламыз. Міндетті түрде сүтіміз әбден жақсылап қайнауы қажет. Сүтіміз осылай қайнаған кезде газымыздың отын аз баяу отқа қойып қоямыз. Содан соң жақсылап араластырып тұрып, 20 минут бойы газде осылай араластырып тұрамыз. Біздің сүтіміз осындай сгущенканың түсіне енеді, яғни сарғыш түске енеді. Содан соң банкімізге құйып, ыстық күйінде банкімізге құямыз. Банкімді мен алдын ала парлап алдым. Не болмаса қайнаған суға бірнеше рет жақсылап жуып алсаңыздар да болады. Содан соң банкіміздің аузын жауып, міндетті түрде тоңазытқышта 24 сағат, не болмаса тоңазытқышымыздың мұздатқышында 4-5 сағат ұстауға болады. Сол кезде біздің сгущенкамыз дәл осындай қоюланып, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәмі өте керемет болып шықты. Үйде өз қолымызбен жасаған сгущенка магазиндікіне қарағанда өте дәмді болады. Сол үшін рецепт сақтап алып жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.